Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы өте оңай, яғни үйдегі бар заттан ғана тұратын пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирогты жеміс-жидекпен жасауға да болады, немесе жай өзін бисквит ретінде де пісірсе болады. Бізге керек заттар: сұйық май, қант, 2 жұмыртқа, қопсытқыш, ұн, айран және алхоры. Алхорын орнына өрік немесе шабдалы қолдануға болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз да, миксердің көмегімен осылай аппақ болып 2 есе ұлғайғанша шайқаймыз. Оған шым-шым тұз қосамыз. Сосын қантымызды 3-ке бөле отыра осылай миксерімізді тоқтатпай, яғни шайқауды тоқтатпай осылай қосамыз. Оған айранымызды құямыз және сұйық майды да осылай бөле отыра құямыз. Барлығын жақсылап шайқап араластырып аламыз. Енді ұнымызға қопсытқышты салып, оны міндетті түрде електен өткізу арқылы осылай сұйық массамызға қосамыз. Енді миксерімізді қоспай, осылай насадкасымен жай араластырып аламыз да, сосын барып миксерімізді қосып шайқаймыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде 1 келкі масса болуы қажет. Қамырымыз дайын. Енді формамыз дайындаймыз. Менде 22 сантиметрлік форма. Оған пергамент қағазын төсеп, осы қамырымызды құямыз. Қамырымыз сұйық болады. Оның бетіне біз жемісімізді қойып шығамыз. Егер болмаса, жай ғана бисквит ретінде пісіреміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минут немесе 1 сағаттай піседі. Ең маңызды ескеретін жайт: бисквитіңіз немесе пирогыңыз пісіп жатқан уақытта пешіңіздің аузын мүлдем ашпаңыз. Яғни олай ашатын болсаңыз, сіздің пирогыңыз піспей қалады. Шамамен 45 минут өткен соң ғана ағаш таяқшамен осылай тексеріп көрсеңіз болады. Менің пирогым шамамен 1 сағаттай пісті. Мен оны кішкене формада суытып, осылай пышақпен өтіп, формадан шығарып алдым. Толығымен де суығасын осылай қант ұнтағын сеуіп ұсынса болады. Өте оңай дайындалатын пирог, әрі дәмді болып шығады. Нәзік, орысша айтқанда воздушный болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Күнде дайындасаңыздар да жалықтырмайтын пирогтардың бірі. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар, әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттер жіберіп алмас үшін колокольчикке басып қойыңыздар.